Сәлем баршаға. Бүгін 15 сәуір 2026 жыл. Мен бүгін өзім бірнеше рет қиярдың тұқымын отырғызайын деп шештім. Алдын рассадаларын базардан сатып алушы едім. Биыл енді өзім отырғызып көрейін деп шештім. Кеше мына қиярдың мына түрін отырғыздым. Бұл қытайский огурцы екен. Енді бүгін мына түрін отырғызам. Қазір көрсетем. Мынандай түрі осындай екен. Бірінші рет отырғызайын деп жатырмын. Көреміз қалай болатын. Мынандай топырақты алдым. Осыны базарда мақтап берді. Универсальный деп. Енді қазір көреміз. Ішінде өзінің мынандай органикалық витаминдері қосылған екен. Өте жақсы. Стакандардың түбін қиып кесіп алдым. Енді қазір отырғызамын. Топырақты кішкене басады екен, басылады. Топырақты осылай пластик стакандарға салып алдым. Қатты толтырмаймыз. Бұлай дәндерін, қиярдың дәндерін бұлай біртіндеп салып шығамыз, бір-біреулеп. Ешқандай қиындығы жоқ. Болдым. Салынған дәндерді қолымызбен бітіп итеріп ішіне кіргізіп, кішкене бетін жауып көмеміз. Дәндердің бәрін салып болдым. Енді жылы сумен суғарып шығамыз. Отырғызылған қиярдың тұқымын суғардым. Енді осы стакандарды мынандай полиэтилен пакеттерге салып 3-4 күн жылы жерге, жарық жерге, терезенің алдына қойып қоямыз. Содан кейін беті терілеп 3-4 күнде қиярдың көшеті жарып бастайды. Содан кейін мешокты алып тастасақ та болады. Одан кейін көшеттің шығуына 1-2 апта, 3 аптадай уақыт өтеді. Өсіп шыққаннан кейін, бойы үлкейгеннен кейін, мына стаканды қайтадан құмға толтырып, сабағын тамырландырамыз. Сол кезде қиярдың, көшеттің тамыры көбейіп, мықты болып, жақсы өсуіне әсер етеді. Сол үшін қазір қатты толтырмаймыз. Енді қалай өсетін алдағы уақытта тағы бөлісіп айтып отырамын.